Қызыңыздың түстік жасатқанын білесіз бе? Аузыңды жау. Түстік жасатқанын. Қай кезде жасаттық? Мінекей мүлдем бейтаныс адам айтып отыр ғой. Көктемде? Қай жаққа жасаттық? Больницада мен айтып отырмын, больницаға барғанмын. Осы қызды мен өз көзіммен көріп. Мен сен Больницада действительно жатты, бірақ почкасынан атыр не жатты. Екі бүйрегінен отказ жасағанда барған. Бүйрегінен отказ жасады, екі бүйрек. Содан жатты. Онда да анау біледі бүйрегім ауыратынын. Бүйрегінен отказ жасап, бұны скорый алып кетті. Жақсы, Жұлдыз, сіз мойындағыңыз келмейді. Өтірік. Солай ма? Өтірік. Жалақ. Мүлдем мойындағыңыз келіп тұрған жоқ. Жұлдыз, енді қараңызшы, сіз жалпы өзіңізді қандай анамын деп санайсыз? Мен жақсы анамын. Жақсы анасыз. 12 жыл бойы сіз тұңғышыңызды енесіне тастап көрсетпесе мен кеттіңіз. қалай көремін? Көрсетпейді. Сіз анасыз ғой. Ана деген бала үшін мұхитты да кешіп өтеді демей ме? Бармадым ба? Бардым. Көрсетпейді. Неге полициямен бармадыңыз? Неге сотқа шағымданбадыңыз? Ой, мен ондайларды білмеймін ғой. Айтып тұр ғой, топассың, заң закон ештеңкені білмейсің деп отырды ғой маған. Жоқ, мен заңның бәрін білемін деп. Сіз қызыңызды жақсы көресіз бе? Құдай сапырғанды ғана біледі екенсің сенші. Құдай төбегіңде қарап тұр ғой. Құдайды ауыздарың ала бермеңдер. Жұлдыз, мен сізге сұрақ қойдым, сіз жауап бермедіңіз. Қызыңызды жақсы көресіз бе? Жақсы көрем. Алғым келеді қолыма. Өзім баққым келеді. Не ішсем, не жесем бергім келеді. Ал ол сізді жақсы көре ме? Жақсы қалай көреді. білесіз? Жақсы көреді. Оны қайдан білесіз жақсы көретінін? Неге жақсы көрмейді? Конечно, айдап салып отырса. Кім болса да айдап салып, миына құйып тастаған үш. Соңғы рет қашан көрдіңіз қызыңызды? Қызыңызға өміріңізде сыйлық бір сыйладыңыз ба? Көрсетпей жатыр деймін, көрсетпесе мен қалай сыйлаймын? Көрсетпесе көрсетпей қойсын. Пакетке жазып, қызыма, хат деп жазып, бірдеме тастадыңыз ба? Қаяққа тастаймын мен? Енді үйін білесіз ғой, үйін білесіз, айда тұрмайды, Марста тұрмайды. Көршіге қалдырып кетуге болады. Көршіге қалдырып кеттіңіз, мектебінен ұстаңыз. Үйге кіргізбедік, мектепке барады. Мектепке бар. Мектепте жүреді. Ол көргізбей қойды деген өтірік әңгіме ол. Любой адам көрем деген мектепте жүр. Кездесем деген адам кездеседі, өліп үлкен қыз, 14-те бой жетіп қалған қыз. Жұлдыз, соңғы рет қашан көрдіңіз қызыңызды? Айтып тұрмын ғой, осы жақында ғана ап келді деп тұрмын ғой. Ана несін ауыстырып берді деп. Сөйлестіңіз бе? Сөйлестірмейді анау. Аузына келгенін айтып сөйлестірмейді.